Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа влог. Бүгін 21 наурыз. Қазір мен бізде Наурыз төбе деген жер бар. Сол жақта да тойланады. Сол жаққа барып жатырмын. Кішкене кешігіп қалдым. Кішкене емес, 1 сағатқа ұйықта қалдым. Қазір барып жатырмын. Уже баған бер зарядкам толғанын күтіп отқанмын. Бүгінгі менің күнім сіздермен бірге өтеді. Соған сіздерді шақырамын. Менің үйім өте Наурыз төбеге жақын орналасқан болатын жерге. Но мен все равно жаққа таксимен баратын шығармын. Дауысы шығып жатыр. Уже. Мен уже келдім. Мына жерде Айша бар. Привет. Біз бодан күтіп бота кейін жоқ. Иә, біз 2 сағат күттік ботаны. Короче, оттан келдік. Әрең таптым мен бұл жаққа келдім. Вообще бағасы бөлек история болып кетті. Вот, адам деген просто море, вообще серьезно. И на жаққа мен келгенім реально өте үлкен история болды. Мен жаяу келдім, такси тапқан жоқпын бағана. Вот. Біз өзіміздің школымыздың ютасына баратырмыз, надеюсь табамыз. Адам просто море, море, море. Алты бақан бар мұтта. Ой, ой, ой. Шеберлер деген өжер. Значит, достар өте қатыстық, реально өте қатыстық. Аналарыңыздар отқандарын. Біздің шоу бүгін өте ерекше асып кетті. Қатты прям. Мына жерде біздің ауданымызда әкімі келді. И қазір көкпар ойнатайын деп жатыр. Бірақ біз фильм көрмейміз өше. Мен уж футболкамен жүрмін шешіп сап. Ботан поклонницалары суретке түсіп жатыр. Полный рост жүреш, полный рост. Бізде мына жерде скачки болып жатыр, қараңыздар. Айдан сен жүгірмейді. Короче, мына скачки болып жатыр. Бауыржан Малик. Репортер Бауыржан Малик. Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ботафлай телеарнасы. Жоқ, Айдан тұрыңыз, оператор ғой. Достар, біз уже қайтып баратырмыз. Өте қатты шаршадық, просто өлдік. Ботан кесірінеміз. Мына жерде өте көп адамдар. Кеттік. Сәлем достар, бүгін 22 наурыз. Мен тағы да паркке барып жатырмын, дайындалып жатырмын. Бүгін мен енді інілеріммен шығамын. Мен ташымдан бюролап дайындалып жатырмын. Сондықтан да бүгінгі күнімде менің сіздермен өтеді. Нұрым айдап жатыр уже. Нұрым, маған привет де. Бір жағында сигвей айдап жатыр, бізде крутой вообще. Нұрым самокат айдап жатыр уже. Крутойлар. Парктемін, мінекей Нұрым, біржан айдап уже бәрін айдап бітті бағанағыларын. Бүгін бізде парк тыныш, ешқандай батут жоқ. Мен қайтан қызар кеттім ыстықтан. Біз қазір магазиннен барып мороженое, напиток аламыз. И бүгін тағы пиццаға барамыз, иә? Вот. Біржан үшеуміз өте күшті жер тауып алдық. Қандай бір бассейн ма бірнәрсе маңғара. Қараңыз, Біржан, Нұрым қалай жүр? Магазиннен андай бір нәрселер алдық. Ол қанша ауызға қайсы Біржан қалай істейді көрсетші? Біреуін алып көрсетсе? Аламайм. Оны әкел көрсет. Мынандай бір көрсетем. Мынандай бір недер, жұқа бір-бірлер. Оны аласында. Ауызға саласың. Аласында тіліңе қоясың. Тіліңе қоясың. И ол жоқ болып кетеді еріп. Андай свежий сағыздың дәмін шығарады. Я. Болды. Мен де деп. Давай. Мына. Тапқа жауып болды. Вот, сондай Нұрымның напитогын бітіріп жатыр. Біржан өзінікін бітіріп тәде. Бірінің самокаттары күтіп тұр. Қашан кетейін? Нұрым қалай екен, ұнамай қалма не? Думкада ғой Нұрым. Енді жеп жатыр Нұрым мен Бекуй. Ұнады ма? Я. Мен сізге кішкене кеше не болғанын түсіндіріп өтейін. Кеше мен біз Наурыз төбеден кейін осы жаққа келгенбіз паркке, потом донорге бардық. Просто мен бәрін түсіргенге мен зарядкаға толтырмаппын түнде. И зарядкам Нұрым құлақ қалды ғой, құлаған жоқ. Зарядкам бітіп қалды, и потом мен түсіре алмадым. Көп нәрсені біз кешкі сағат 6-ға дейін жүрдік. Мен сағат 2-ге дейін ғана түсірдім. Мен сіздерге сәл-пәл парк жайлы өзімнің недовольстволарымды айтып қояйын. Кеше парктың нормально болды, бірақ қараңыздар. Қазір мына жердің бәрін мен отқан жерде мысалы
3 бутылка пиваныкі жатыр, үлкен бутылка. И мен айтам, ойлаймын, кешеден қалды ғой, мені 100%. Осыны, менің інілерім сияқты кішкентай балалар істемейді. Керісінше олар айтып жатыр, мен оларға бір жерде қағаз түрсе, мен оларды көтеткіздіріп, барып урнаға тастатқыздырамын. Олар айтады, мін ағаларды қараңдаршы, не үшін олар қоқысқа тастамайды деп. Сондықтан да айтады еще, барлығын жастар құртады дейді. Бірақ именно біз жастарға тәрбие береміз. Сондықтан да керісінше бәрін жастарға жаба салғанша, жастар болғанда менің жасымдағы балалар да бұны ішкен жоқ 100%. Олар где-то бір 20-25 жас аралығындағы адамдар ішті, я. Вот. Сондықтан да егерде барлығын жастарға жапқанша, жастарды кім тәрбиелейтініне кішкене көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Енді бұл жерде айтайын, кішкене әкімшіліктің де жасаған кінәсі бар. Біріншіден, өйткені мен отқан скамейкада урна жоқ. Тек қана отырған бізде главный жүретін жерде ғана барлық скамейканың қасында бар урна, ал шет жердегі скамейкалардың қасында бірде-бір урна жоқ. Сол себепті барлық жасыл әдемі шөптің барлығы қазір қоқысқа толып жатыр. Біздің әкімшілік, әрине олар мені көрмейді, бірақ та мені көретін өзімнің достарым, көрермендеріме айтам, өтінемін, бұл біздің жеріміз. Біз басқа жақты жалға алып жатқан жоқпыз бұл жерді. Сондықтан да өз жерімізді қоқыстамайық, достар, жарай ма? Бір жандар уже батып жүр. Батып келді. Нұрым, қарасай. Масқара. Достар, біз уже донорден шықтық. Донорде қайтан түсірген жоқпын. Дөңгелектер шашылып жатыр. Нелердің самокаттан. Достар, мен қазір видео түсіріп жатырмын. Соған сіздерге кішкене видео түсіріп процесін көрсетейін. Мына жақта мен бүгін қол түсіріп жатырмын. Сіздер оны көріп тұрған шығарсыздар. Мына жақта мына менің киімдерім, мына курткалар тұр. Қазір мен былай артыма жерде лампа тұр, кітаптар. Былайынан көрсетейін мінекей. Мына жерде сумка, сырғаларым кетпейтін. Вот, қазір сөйнеп жатырмын. Не, конечно, очкиім. Достар, мен түсіріп біттім қазір ғана. И мына жерде мынандай хлам болып кетті. Мен түрім бәрі әдемі, видеоға арналған, бірақ сырғымда үйдің сымам. Как всегда. Түсіріп біттім. Ойлағаннан да тез.